Қайырлы күн достар, бүгін біз гарнирге ұнтақталған күріш пісіреміз, яғни рассыпчатый рис. Табаға май құйып қыздырамыз. Күрішті міндетті түрде жақсылап жуып суынан тазартамыз. Содан соң кішкене ғана кептіріп қоямыз. Майымыз қатты қызған болу керек. Содан соң күрішімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Толықтай май барлық күрішке тиіп шығатындай жақсылап араластыру қажет. Осылай шамамен 30 секундтай араластырып тұрамыз. Яғни күрішті 30 секундтай қуырамыз. Оттың асты қатты шығып тұр. Енді осының үстіне қайнаған су құямыз. Қатты бұрқылдаған дауыс шығуы тиіс. Суымыз күріштен тек қана 1 сантиметр ғана асып тұруы керек. Содан соң осы уақытта тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, ең жай отқа қоямыз. Ең жай отта осылайша 25 минуттай пісіреміз. 20-25 минуттай өткен соң күрішімізді қараймыз. Күрішіміз осындай болып піседі. Еш жабыспай. Өте дәмді. Енді күрішімізді әдемі қылып салу үшін осылай кесеге саламыз. Кесені толықтырып күрішімізді саламыз. Үстін басамыз осылай. Қатты басу керек. Содан соң тәрелкемізге төңкеріп қоямыз. Күрішіміз осындай әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр.